Аға, ассалаумағалейкум. Қандарыңыз қалай? Мереке құтты болсын. Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 80 жыл. Мен де офицер болғанмын. Биыл 80 жыл толып отыр. Соған арнайы мына мерекелік медаль жеткізіп жүрміз. Біздің еліміздің мына соғыс кезінде, соғыстан кейінгі кезеңде еліміздің өсіп-өнуіне үлес қосқан біздің ақсақалдарымызға президенттің атынан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың арнайы Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 80 жыл мерекелік медальмен сізді наградтау үшін арнайы келіп отырмыз. Аға, сіздің алдыңызда, апа, алдарыңызда бас иеміз. Қызметтік борыш пен азаматтық парызды абыроймен атқарып, соғыс жылдарында Майдан үшін тынымсыз еңбек еткен Әди Әлкебаевтың шаңырағына арнайы барған қала әкімі өз сөзін осылайша алғыс айтудан бастады және мемлекеттік награданы кеудесіне тағып, салтанатты түрде шын жүректен құттықтап өтті. Ал аға, міне паспорты, Рахмет. президенттің қолы. Рахмет. Сізге мынау. 89 жастағы Әди Әлкебаев мемлекеттік қызметтің ардагері, Екібастұз қаласының құрметті азаматы. Ардагерге Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 80 жыл мерекелік медалі мен азық-түлік себеттері табыс етілді. Зұлмат соғыс тарихта қалғанымен ол әрбір отбасының жүрегінде із қалдырды. Виолетта Светличная Ұлы Отан соғысы куәгерлерінің бірі. Тағдыры ерекше жан. Оның балалық шағы Ленинградтың құрсауында өткен ауыр күндеріне тап келген. Бірақ бұның бәрі артта қалды және қазіргі өміріне дән риза қарттарымыз өз қуаныштарымен бөлісті. Вот полноту всю жизни понимаешь уже в таком глубоком возрасте. Арнайы ат терлетіп келген қонақтарды шат-шадыман қарсы алған Виолетта Светличнаяның кеудесінде саудыраған көп медальдің жанына тағы бірі тағылды. Ол Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 80 жыл мерейтойлық медалі. Специально приехали к вам для того, чтобы вручить юбилейную медаль к 80-летию Победы, подписанную главой государства Қасым-Жомарт Кемелевичем Тоқаевым. Подписанная главой государства. Очень приятно.